Сәлем достар, сіздің сүйікті мультфильм кейіпкеріңіз сіздің даусыңызбен сөйлесе деп армандадыңыз ба? Бүгін біз сіздермен мультфильмдер қалай дыбысталатын туралы сөйлесетін боламыз. Мұқият тыңдап, есте сақтаңыз. Фильмдерді немесе мультфильмдерді дыбыстайтын адамдарды дубляж актерлері деп атайды. Мұндай жұмыс белгілі бір актерлік шеберлікті талап етеді. Ең алдымен адамда тамаша дикция және жағымды дауыс болу керек. Дыбыстау актерлерін іздеу мультфильм жасаудың салыстырмалы түрде ерте сатысында басталады. Көбінесе танымал әншілер немесе актерлар дауыстық мультфильмдерге шақырылады. Міне сондықтан кейбір мультфильмдерде кейіпкерлер атақты адамдарға өте ұқсас. Ойланыңызшы, осы немесе басқа кейіпкер сізге жұлдыздардың қайсысын еске түсіреді? Айтпақшы, әртістер кейіпкерлердің мимикасы, актердің мимикасына толық сәйкес келу үшін барлық жолдар мен әндерді кейіпкерлерді көрнекі өңдеуден көп бұрын жазып алады. Сізге дыбыстау актер ретінде жұмыс істеу өте оңай болуы мүмкін. Шындығында дыбыстау көп еңбекті қажет ететін процесс. Өйткені актер мәтінді парақтан оқып қана қоймай, оған сәйкес атмосферадағы рөлге үйрену керек. Жазу студиясы көбінесе теледидар мен микрофоны бар өте кішкентай бөлме болып табылады. Актерге ешқандай декорация, макияж немесе жарық берілмейді. Ол тіпті басқа дубляж актерлерімен араласпайды. Жалғыз ол осы немесе басқа эмоцияны көрсету керек. Өзіне сұрақтар қойып, оларға жауап беру керек. Неге актер жалғыз жұмыс істейді? Бұл көп арналы фонограмма жасау және кез келген дәлсіздіктерді жылдам іздеу үшін қажет. Сондықтан кейде мультфильмдерді көргенде кейіпкерлер бір-бірімен емес, қабырғамен сөйлесіп тұрғандай көрінетін болса, бұл шын мәнінде солай. Тек дауыс міне актердің рөлге үйренетін бірден бір құралы. Әртістер мәтінді айлап жаттықтырып, дауысын баптаған кездерде болды. Айтпақшы, дыбыстау процесінің өзі бірнеше сағаттан бірнеше аптаға дейін созылады. Жапонияда аниме дыбысын шығаратын актерлерді сэйю деп атайды. Бұл кәсіп арнайы курстарда оқытылады. Дыбыстау актері болғысы келетіндер мыңдаған адам. Оқуға өту үшін олар күрделі кастингтен өтуі керек. Кәсіби дыбыстаушы әр түрлі дауыста сөйлеп, әдемі ән айтуы керек. Көптеген жігіттер курстарды бітіріп, танымал эстрада әншілеріне айналады. Бір қызығы, дыбыстаушылар сэйю көбі қыздар. Олар тіпті еркек рөлдерінде дыбыстайды. Шетелдік мультфильмдердің барлығын дубляжда көреміз. Дубляж фильмдерде, мультфильмдерде телехикаяларды түп нұсқа саундтрек толығымен өшіріп, барлық мәтінді өзіміздің жергілікті актерлар айтып тұрғанда аудару және дубляж жасау тәсілі. Сөйтіп дубляждың арқасында танымал мультфильм кейіпкерлері қазақша сөйлей бастады. Актриса Назерке Серікболова Алиса таңғажайып әлемде фильмде Алиса, Мұзды жүрек фильмде Анна, Моана, Сұлулық пен құбыжық фильмінде Белла, Өрмекші адам оралуы фильмінде МД мен Рапунцель дыбысталды. Танымал қазақстандық дубляж актерлері Шахмұрат Ордабаев, Олжас Жақыпбек, Айнұр Бермұхамедова, Мақпал Исабекова, әнші Бүркіт және тағы басқа. Олардың даусымен сүйікті кейіпкерлерін қазақша сөйлейді. Дубляж дыбыстаудың ең қиын түрлерінің бірі болып саналады. Онымен аудармашылар, режиссерлер, синхрондық мәтіндердің авторлары мен актерлер тобы жұмыс істейді. Аудармаға ерекше назар аударылады. Өйткені дубляж жасау үшін әрбір сөздің кейіпкердің артикуляциясына түсуі маңызды. Аударма табиғи көріну үшін кейде сөз тіркестерін өзгертуге тура келеді. Дубляждың өзіндік ерекшеліктері бар. Дубляжға актерлерді таңдағанда олардың дауыстық мүмкіндіктері ескеріледі. Дауыстың жасы, темпераменті және тембрі. Әр кейіпкерді басқа адам айту керек. Бір актердің бірнеше кейіпкерді дауыстап айтатын кездері де болады. Әдетте бұл өз саласының кәсіби мамандары. Олар өз дауыстарын өзгерте алады. Тіпті мамандардың сөйлейтін бір адам екенін болжауы қиын болады. Дубляж кезінде акустикалық жағдайларды сақтау керек. Мысалы, егер кейіпкер барлық жерде жаңғырық естілетін үңгірде болса, онда дыбыстаушының дауысы жаңғырықпен шығуы керек. Сендер қымбатты балалар, бүгін дыбыстау өнерінде де өз күштеріңді сынап көре аласыңдар. Бастау үшін сүйікті мультфильміңізден қысқа үзінді таңдап, кейіпкеріңіздің сөз тіркестерін жаттап алыңыз да барыңыз. Мұндай жұмысқа достарыңызды немесе ата-анаңызды тарта аласыз. Олар басқа кейіпкерлер дауыстайды.
Сіз өз даусыңызды телефоныңыздағы кәдімгі дыбыс жазу құрылғысына жаза аласыз. Жазуды бастамас бұрын сізді ештеңе алаңдатпайтынына көз жеткізіңіз. Бөлме толығымен үнсіз болу керек. Бұл өте маңызды. Өйткені кішкене бөгде шудың өзі аудио жолды бұзуы мүмкін. Сіздің кейіпкеріңіздің бейнесіне үйренуге тырысыңыз. Оның қандай интонациямен сөйлейтінін және қандай эмоцияларды бастан кешіретінін көріңіз. Диктофондағы барлық сөз тіркестерін жазып, бейнеге аудио жазбаны қосу керек болады. Мұны кез келген бейне редакторында жасауға болады. Менің ойымша, мұнда үлкендердің көмегінсіз болмайды. Бұл шын мәнінде өте оңай. Тек тырысу керек. Мультфильмдегі дыбыс 3 бөліктен тұрады. Сөз, музыка, шу. Біз кейіпкерлердің дауыстық әрекетін анықтадық. Музыканы композиторлар жазған, бірақ басқа дыбыстар ше. Мысалы, жаңбырдың дыбысы, өкшенің дыбысы, желкенді қайықтың, сынған ыдыстардың дыбысы. Оларды да жазу керек. Мұны арнайы адамдар, дыбыс дизайнерлер жасайды. Олар өздерін жай ғана шу шығарушылар деп атайды. Бұл қызықты жұмыс және сырттан өте күлкілі көрінеді. Экранда белгілі бір әрекеттер осылай дыбысталады. Аяқ астындағы қардың сықырлауын алу үшін дыбыс дизайнерлері қолдарына бір пакет крахмалды қолмен ысқылайды. Ат тұяғының сықырлауы немесе сықырды кокос жаңғағының жартысын ағашқа соғылады. Пакеттен еденге шашылатын күрішті пайдаланып, әртүрлі қарқындағы жаңбырды елестете аласыз. Сынған бұтақтардың немесе ағаштардың сынуы қырыққабақтың мұжылған жапырағына немесе сынған макаронға сәтті ұқсайды. Ал толқындардың сыбдырын қорапқа құйылған құмның көмегімен жеткізуге болады. Бұл үшін қорапты жоғары және төмен айналдырады. Кейбір мифтік құбыжықтардың немесе динозаврлардың гуілдерін алу үшін дыбыс дизайнерлері үлкен машиналар мен конвейерлердің шуын, арыстандардың айқайын, құстардың сайрауын жазады. Содан кейін дыбыстарды белгілі бір ретпен біріктіріп, кейбір тиранозаврлардың үрейлі гуілін алады. Бүгін біздің анимация әлеміне саяхатымыз аяқталды. Сізге бұл қызықты болды және көп нәрсені білдіңіз деп үміттенемін. Енді мен сізден 3 сұраққа жауап беруіңізді сұраймын. Бірінші сұрақ. Мультфильмдерді дыбыстайтын актерларды қалай атайды? Екінші сұрақ. Моананы қазақ тілінде дыбыстаған актрисаның аты кім? Үшінші сұрақ. Анимені дыбыстайтын актерларды қалай атайды?